қолыңды жудың ба деп жаза бермеңіздерші, көңіліме тиеді. Сәлем достар, қалайсыңдар? Бүгін дубайский шоколад жасаймыз. Армандамай Дубайға бармай-ақ үйден жасап жей салуға болады екен, достар. Алдымен катайфи қамырын қолмен бір-бірінен ажыратып үгітіп аламыз. Қолыңды жудың ба деп жаза бермеңіздерші, көңіліме тиеді. Әрине, қолымды жуып алам. Сосын сковородканы қыздырып, кішкене сливочный май салып ерітеміз. Еріген майдың үстінен катайфи тестасын салып қуырамыз. Қытырлақ болуы қажет. Достар, шоколадымызды осылай водяной ваннада ерітіп алу қажет. Еріген шоколадымызды силикон формаға жан-жағына жағып, осылай қатырып аламыз. Мен кішкене пищевой алтыннан кішкене қостым, әдемі болсын деп. Шоколадымыз қатқанша қуырылған катайфиға фисташковый паста қосып араластырамыз. Мына шоколад тіл жарайын деп тұр ғой. Шоколадымыз формада қатты. Үстіне катайфиді саламыз. Катайфи үстінен тағы да шоколад құйып, тегістеп, тоңазытқышқа қатқанша саламыз. Вау, достар, шоколад дайын, керемет шықты. Қазір шоколадпен кофе ішемін, достар. Дубайда жүргендей сезініп тұрмын өзімді. Қытырлақ шоколад. Достар, мұндай шоколадты асықпай ләззат алып жеу керек. Достар, шоколадқа 10-нан 10 қоям, өкінбейсіздер, жасап көріңіздер. Маған тіркеліп, лайк басып, келесі қандай тағам комментке жазыңыз.